Мектеп бағдарламасында жалпы адамзаттық, ұлттық, мәңгілік ел құндылықтары оқытылатыны айқын. Солардың ішінде өзгеше әрі өзектісі отбасылық құндылықтар. Олай болса, осы бір аксиологиялық ұғымды меңгерту мақсатында сауалнама жұмыстарын жүргізіп көрелік. Сәлем, балақай. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Ал, есімің кім? Алия. Алия. Тамаша. Алия, жасың нешеде? 7-де. 7-де. Мектепке барамыз ба? Я. Қай сыныпта оқимыз? 2-ге көшейін деп жатырмын. 2-ге көшейін деп жатсың, жарайсың. Алия, саған 1-2 сұрақ қойып өтейін, жақсылап жауап бер, жарай ма? Жарайды. Жақсы. Ал, Алия, мен саған бірінші сұрағым, сен өз жұртың мен нағашы жұртыңды білесің бе? Я, білем. Оларға кім жатқызар едің? Менің өзім жұртым, әкемді жатқызам, анамды жатқызам, әжемді жатқызам, атамды жатқызам, үлкен тәтемді жатқызам, 2 кішкентай сіңілдерімді жатқызам. Жақсы. Ал, нағашы жұртымызға кім жатқызамыз? Нағашы жұртыма мен өзімнің нағашы атамды жатқызам, нағашы әжемді жатқызам, нағашы 2 ағаларымды жатқызам, нағашы 2 үлкен тәтемді жатқызам. Керемет, Алия, жарайсың. Ал, енді саған екінші сұрағым, сен өзіңнен үлкен және кіші бауырларыңды қалай атайсың? Менің үлкен тәтем, ағам, сосын мінілерім, сестренкаларым. Я. Жарайсың, Алия. Көп рахмет. Сәлем, балақайлар, қалдарың қалай? Жақсы. Ал, есімдерің кім? Танысып көрейік. Рамазан? Аңсар. Ал, Рамазан, Аңсар, сендерге бүгін бірнеше сұрақ қойып өтейін, толық жауап беруге тырысайық. Ал, Рамазан, сен өзіңнен үлкен және кіші бауырларыңды қалай атайсың үйде? Аға, тәте, інім, Қарындасың? қарындасым. Ал, сен ағаларың, інілерің бар ма? Бар. Бар, Ал, Аңсар, саған сұрақ. Сен өзің нағашы жұртың мен өз жұртыңды білесің бе? Білем. Олар қалай жатамыз? Ағады аға дейміз. Үлкен ағады көке дейміз. Сен нағашы жұртыңа кім жатады? Аға. Өзіңнің мамаңның туысқандар жатады, Сәлем, балақай. Балақай, есіміңді айтсаң? Менің атым Жәнібек. Жәнібек, саған бірнеше сұрақтар қойсам, жауап бере аласың ба? Иә. Өзіңнің 7 атаңды білесің бе? Иә. 7 атаңды айтып өтсең? Жәнібек, Қалас, Кеңесбай, Иманбай, Қорен, Сейіт, Жарылқас. Жарайсың. Енді екінші сұрағым, сенің өзіңнің әкеңнің және анаңның аналары саған кім болады? Әже. Әже, қандай әже болады? Туған әже және нағашы әже. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Ал, есіміңді айта ғой. Есімім Нұрасыл болады. Нұрасыл, қай сыныпта оқисың? 264 деген мектепте оқимын. Нешінші сынып? 8-ші сыныпқа көштім. Жақсы, өте жақсы. Нұрасыл, саған бірер сұрағым бар, осы сұраққа толық жауап бере қойсаң. Жарайды. Ал, нағашы, жиен, бөле деген туыстық атауларды қалай түсінесің және оларға кімдерді жатқызар едің? Нағашы туысымыз деген мамамның туысқан әжелеріміз, аталарымыз, әпкелеріміз жатады. Жақсы. Ал, бөле деген ұғымды қалай түсінеміз? Бөле деген екі әпкенің балалары маған бөле болып келеді. Жақсы. Ал, жиен деген ұғымға кімдер жатқызуға болады? Оған біздің папамыздың әпкелері, қарындастарының баласы жатады. Жақсы, рахмет. Құрметті оқушылар, жоғарыда көрген сауалнама бойынша біз өзіміздің туыстық атаулардың этномәдени сипаты тақырыбында қысқаша анықтамамызды берсек. Ең алдымен туыстық атаулар деген не деген сұраққа жауап бергіміз келіп тұр. Яғни туыстық атаулар дегеніміз әр тілдің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес қалыптасып, әр халықтың өзіндік дүниетанымы мен даналығын білдіретін рухани байлық. Әрбір халықтың даналық болмысы сол халықтың өз тілінде өз даналары мен ойшылдарының, шешендері мен айтқыштарының ой толғаныстары мен солардың мәнді де маңызды үлгілерінің негізінде қалыптасады екен. Яғни туыстық атаулар қазақ халқы үшін ұлттық құндылықтардың, отбасы құндылықтарының бірі болып саналады. Туыстық атаулардың бірі ең алдымен ойға түсетін әрине қазақ халқы үшін ол 7 ата.
Жеті ата дегеніміз қазақ халқының дәстүрлі салт санасындағы адамның ата жағынан тегі таралуының нақтылы жүйесі болып табылады. Бала өзінен бастап әкесі, атасы, бабасы, тағы да басқа жеті атасының нақтылы есімдерін кішкентайынан жаттап өседі. Бұлардан тараған ұрпақтар бір атаның балалары саналады. Ал екінші жағынан баладан тарайтын ұрпақ әкеден төмен қарай жалғаса береді екен. Ағайындықтары жеті атаға толмай жақын жуықтар бір-бірінен қыз алыспайды. Жеті атаға толғаннан кейінгі күннің өзінде бір рудың жастары некелесетін жағдай болып жатса, ру ақсақалдары бір пәтуаға келіп, боз биені сойып, баталасып барып рұқсат ететін болған. Ата тек атаулары ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене болып қалыптасқан. Туыстық атауларды үшке бөліп қарастырамыз. Қандастық туыстық атаулар, некелік қатынасқа байланысты туыстық атаулар және де құдалыққа байланысты туыстық атаулар. Некелік қатынасқа байланысты туыстық атауларға біз жезде, жеңге, нағашы жездені жатқызамыз. Ал құдалыққа байланысты туыстық атауларға құдаша, құда бала, құдағи, құданы жатқызамыз. Аталған туыстық атаулардың ішінде қандастық туыстық атауларға тоқтала кетсек, қандастық туыстық атаулар әке жағынан қандастық туыс атаулары және де шеше жағынан қандастық туыс атаулары болып екі топқа жіктеледі. Әке жағынан қандастық туыс атауларына әке, шеше, аға, апа, әпке, тәте, іні, қарындас, сіңлі, баба, ата, әже, немере, шөбере, немере аға, немере апа, немере қарындас, немере іні, немере сіңлі, шөбере аға, шөбере іні, шөбере апа, шөбере қарындасты жатқызатын болсақ, шеше жағынан қандастық туыс атауларына нағашы, нағашы ата, нағашы әже, нағашы әпке, нағашы аға, нағашы іні, нағашы қарындас, жиен және де жиеншарды жатқызуға болады. Келесі отбасы туралы мақал-мәтелдерге тоқталатын болсақ, бірнеше мақал-мәтелдерді атап өтейік. Інісі бардың тінісі бар, ағасы бардың жағасы бар, төркін десе қыз үзбейді, көкпек десе түйе төзбейді. Анасының киген тонын сіңлісі де киер, қазаны басқаның қайғысы басқа,